Нұхтың кеме жасауы. Нұхтың заманында бір алып адам болыпты. Оны құж деп атайтын. Құж кесір мінезді, ешкімнің ақылын алмайтын, оң істі терісінен істейтін қыңыр екен. Ұзын бойы таудан асып, бұлттар алқа сияқты мойнына киіліп тұратын. Ол жалғыз өзі таудың үңгірін мекендейтін. Құждың бір ғана қайғысы қарнын тойғызу. Ішегі тәулік бойы шұрқырап тұратын. Ертелі кеш орманнан отын шауып, нәпақасын айырып жүрді. Бірде Нұх құжды шақырып, ағаштарды тасып беруін өтінді. Қарнымды тойғызсаң, ағашты тасыйын. Осыған дейін майлы аш жеп қарным жұбанған емес. Тойып тамақ ішу маған арман, деді құж. Айтқаның болсын, деді пайғамбар. Құж ертесіне Нұхтың ағаштарын тасып берді. Жұмысы біткен соң Нұх оның алдына бір шелпек әкеліп қойды. Ой, мынауың жұмырыма жұқ болмайды ғой, деп құж ашуланды. Бісміллә деп же, сонда тоясың, деді пайғамбар. Құж бісміллә деп шелпектің жартысын жегенде тоқтығы білінді. Жартысын қалтасына салып алды. Қарны тойғанға мәз болып жөніне кетті. Нұх Жебірейілден ағаштайын, кемені қалай жасаймын, деді. Жебірейіл періште үйректі көрсетіп, ана үйрекке қара, кеменің тұмсығы үйректің мойны сияқты иіліп, алға қарай шығып тұрсын. Тұмсығы желді қақ жарып, айнымай жүзуі үшін керек. Кеменің арты үйректің құйрығына ұқсасын. Бұрылғанда оңай болады. Үйректің бауырында денесіне су дарытпайтын май болады. Сен де кеменің астына май жақ. Сонда кеменің ағашы шіремейді, деп кеңес берді. Нұх кеме соғып жатқанда жұрты жиылып келіп, ей ақымақ, теңіз жоқ жерде кеме не үшін керек, деп әжуалады. Сонда пайғамбар, ертең Алла топан су қаптатады, құрғақ жер болмайды. Әлі де кеш емес, қорқыңдар Құдайдан. Тәубешілді Алла апаттан аман алып қаламын деп уәде етті, деді. Кемені тазалау. Теңіз алыс болғасын, кеме олар үшін жат еді. Бір күні бір сайқымазақ кемеге кіріп дәрет сындырды. Онымен қоймай, Нұх дәретхана салып жатыр, деп сөз таратты. Ел жұрт кеменің ішіне дәрет сындыруды әдетке айналдырды. Кеме зәр сасып, іші нәжіске толды. Нұх, уа тәңірім, енді не қылдым? Кеме әбден бұлғанды, қалай тазартам, деп зар иледі. Жаббар хақ, кемені кім бұлғады, сол тазалайды, деді. Ертесіне шаһар халқына Алланың әмірімен қотыр келді. Адамдар жаппай қышынып, қасына бастады. Тоқтаусыз қасынып, үсті бастары жосадай қан болды. Қотырға ем таппай дал болды. Баяғы сайқымазақ әдетінше кемеде дәрет сындырып отырғанда қотырын қасиемін деп нәжісіне тайып жығылды. Сол сәттен бастап құшуы сап тыйылды. Қуанып кеткен ол елге жар салып, уа халайық, кемеде шипа бар, кім ішіне барып аунаса, қотырдан құлан таза айығады, деді. Өңкей кесел кемеге лап қойды. Кірген бойда нәжіске қарамай аунай бастады. Расында бәрі жазылып, жандары жай тапты. Олар бір-біріне, бұдан бұлай кемеге дәрет сындырмайық, ауырғанда таза жерге аунайық, деп оны жуып шайып, айнадай жарқыратып қойды. Нұх Құдайдың шеберлігіне риза болды. Апаттың басы. Кеме дайын болғасын, пайғамбар, уа жасаған, кемеге жетерліктей азықты қалай жинаймын, деп сұрады. Раббысы, құлым, қам жеме, ертең кемені азыққа толтырамын, деді. Нұх пайғамбар ертесіне келсе, құмырсқалар аузына бір-бір дәннен тістеп, кемеге тасып жатыр екен. Нұх оларға риза болып, кемеге ең алғаш құмырсқаны кіргізіпті. Азық-түлік жиналғасын, Нұх топан су қашан келеді, деп Құдайдан сұрады. Әйеліңнің тандырынан су шыққанда, деді Алла. Арада көп уақыт өтпей, әйелі от жағып отырғанда, тандырдың түбінен сыздақтап су шықты.
Нұх апаттың басталғанын бірден білді. Ол өзіне ерген момындарға хабар жіберді. Өзі де асығыс барлық мақұлықты жұп-жұбымен кемеге жайғастыра бастады. Бәрі жайғасып жатқанда топан су қаптап келе жатты. Жұрт далбасалап тауға қашты. Судың деңгейі де көтеріле берді. Оған көктен нөсер қосылды. Селге сел қосылып, тасқын су шаһарды лезде жайып кетті. Алла Нұхқа әмір етіп: «Нұх, менің әділ Құдай, кең Құдай деген сипатым бар. Кімде-кім соңғы сәтте тәубе қылса да, оларға рахмет қақпасын аш. Ең соңғы тұрғын опат болғанша кеменің есігін жаппайсың», деп бұйырды. Нұх райынан қайтқандар болса кірсін деп күтіп тұрды. Таудың ұшар басына тығылғандар кемеге жете алмай сол жерде опат болды. Топан су толық басқанда есік жабылды. Шапағат дәрежесінен айырылу. Кеме 3 қабаттан тұрды. Бірінші қабатында ет жейтін жыртқыш аң мен құстар болды. Екінші қабатында шөп жейтін жануарлар мекендеді. Үшінші қабатына Нұхтың қауымы жайғасты. Кеменің ұзындығы 660 шаршы, ені 300 аршын екен. Топан су қаптағанда кеме орнынан қозғалмай тұра берді. Нұх мұның сырын түсінбей таң қалды. Сол сәтте Жебірейіл періште жетіп, кеменің 4 бұрышынан мына 4 адамның атын жаз, деді. Олар Әубәкір, Омар, Оспан, Әли. Бұл кімдер? Деп сұрады Нұх. Бұл 4 шадиярдың есімі. Олар әзіретте Мұхамбетке тірек болып, сенімді серігіне айналады, деді. Нұх 4 есімді жазып еді, кеме қозғалды. Нұхтың Кенғам деген баласы болып еді, бірақ ол Құдайды бір деп танымайтын надан екен. Сонысына қарамай әкесі ұлын ерекше жақсы көрді. Жер бетін топан су алғанда ол ұлын кемеге мінгізбекші болды. Бірақ Кенғам таудың төбесіне қашып кемеге мінбей қойды. Кейін оны толқын жұтып жан тәсілім болғанда Нұх Құдайдан ұлының күнәсін кешіруді тіледі. Сол сәтте Жаббар Хақтан ескерту келіп: «Ей Нұх, сен ұлыңа емес, барша адамзатқа жіберілген елшісің. Неге жалғыз ұлыңның ғана қамын жейсің?» деді. Нұх ағат ісі үшін Тәңірден кешірім тіледі. Құдай оны кешті, бірақ шафағат кубра дәрежесінен айырды. Ол ақиретте өзінің үмбетіне шапағат ете алмайтын болды. Иттің ырзығы. Нұх пайғамбар қарғалас болып бидай дәнін ұмыт қалдырады. Тәңірдің адам атаға арнайы берген несібесін ұмытқанына уайым кешегеді. Не істерін білмей қорығып отырғанда қасына ит келіп, аузына тістеген бидай масағын береді. «Ырзығымды өзімен бірге ала кірдім», деді ит. Нұх оған риза болып: «Менің ұрпағымның адал серігі, үйдің құты бол», деп басынан сипапты.